Қытайдың заңсыз сайлауын бүкіл дүние мойындамай отыр. Бүкіл дүние мойындамай отыр. Енді сол бүкіл дүние мойындамай тұрғанда, мынаның барғаны, былайша айтқанда, соны мойындап, конфirm жасап, сенің баяғы басшылығыңды мойындаймыз деген сияқты ұғым болып тұр. Сондай ұғым болып тұр. Бұл бір. Енді екінші бір нәрсе. Қытайда аяқ астынан, мынау 2023-тің мартында, наурызында, мына қазіргі карантинді аяқтауы мүмкін. Мына ауру жұқтырғандардың санын нөлге түсіру, қалаларды құрсаулау, қалаларды бекіту, қалаларды жабу, ауылдарды жабу, тауда мал бағып жүрген ең жақын жердегі көршісі 20-30 километр жерде тұратын қазақты карантинге жабады екен, қалаға алып кеп. Мұндай сұмырайлық бола ме? Анау енді бір айда қазақ көрмейді. Соны алып кеп 500 адамдық, 1000 адамдық, мына үлкен өздері фаңсаң докторхана дейтін дәу жаңағы қамбалар кезінде астық сақтайтын қамбалар, одан өздері қолдан жасады сондай докторханалар. Соған әкеп қамайды екен. Тауда, тауда, жалғыз өзі, қаулайлым, қаулай деп ән айтып қойын бағып жүрген қазақты. Енді сол асыра сілтеу саясаты бүкіл дүние жүзінің наразылығын қозғап, Қытай енді қысқасы бүкіл халық болып ашық түрде мына саясатқа қарсы ереуілдер өткізіп, неше түрлі әзілдер шығарып, неше түрлі сарказмдер шығарып, неше түрлі жаңағы сұмдық масқаралайтын видеолар, жазулар шығарып жатқанда, енді Си Цзиньпин сайланып алды. Енді мына наурызда мына өзінің жаңа 7 сұмырайы, 7 командасы билікке келеді. Мынау Қытайдың қазіргі премьері Ли Кечан кетіп, орнына Ли Чан деген сұмырай келеді. Сөйтіп бүкіл командасын жасап қойды. Ли Кечан деген ол Си Цзиньпин өзі таңдаған команда емес еді. Ол Си Цзиньпинді таңдаған кезде коммунистердің ішкі құпия жүйесі бойынша Си Цзиньпин таңдағанда, мынаны сен премьер қыласың деп тұрып, оны да тағайындап қойған. Ол 10 жыл, Си Цзиньпин ұнатсын ұнатпасын, ол 10 жыл отыруға тиіс. Міне соны 10 жыл бүйтіп отырды. Енді шыдады да, енді мына 10 жылдан кейін Қытайдың премьері Ли Кечан деген сұмырай кететін болды. Ол мына енді Ли Чан дегенді қойды. Көп адам ойлайтын, Ли Кечан деген ойбай, ол енді сол Си Цзиньпиннен қарағанда білімді, доктор атағы бар, экономика оқыған, университет оқыған деп. Өткенде мен мына Вашингтонда кезімде бір жиналысқа қатысып, содан бір кісі, бір демократ кісілер бар, танысып әкежеді. Американдар бар, Қытайлар бар, Корей бар, жаңа Тибеттің адамдары бар, соны бір дастарханда отырып қалдық. Сөйсек әлгі жерде сол дастарханды ұйымдастырып жүрген кісінің біреусі сол Ли Кечанның университетте бірге оқыған сабақтас екен. Бір университетте оқығанбыз дейді. Ойбай деп әкісімен сөйлесіп қалдық. Қорқақ болатын дейді. Класста оны не бір білімі, не бір еркектігі, бір мінезі жоқ, бір жүрген маңқет дейді. Тіпті атын ұмытып қалғанбыз ғой дейді, осы сұмырайдың атын ұмытып қалғанбыз жүрген дейді. Жүрген біреу болатын дейді, қысқасы мөндіген қыздарда менсінбейтін, әйтеу бар ма бар, жоқ па жоқ, ешкім елемейтін, сол сұмырай өстіпті ғой дейді. Қорқақ. Ол өмірінде біз айтамыз да, ойбай бұл енді мынау реформа есік ашу деп, Дэн Сяопиннің жолын жалғастырам деп, анау Си Цзиньпин маушыл болып, мау замандағы радикалдық бағытқа кетем деп, мынау Дэн Сяопинді жалғайым деп, осы жеңетін шығар десек, жоқ, одан ондай еркектік шықпайды деген. Сол кемпірдің айтқаны дәл келді. Дәл келді, тура. Сол сабақтас екенде сол айтты, одан ондай бір жігіттік жоқ. Мыңқиып, сол оқу бітіргенше маңқасын сүрт алмай кеткен деп еді. Дәл болды ғой, дәл екен. Міне. Енді қазіргі ең сұмдығы, мынау өткенде мен мына Американың Азат Азия радиосында өте бір сұмдық мақала жариялаттым. Өте сұмдық мақала жариялаттым. Енді сұмдық болғанда енді сұмдық енді ол. Сөйтіп мына Қытайдың қазақтарға жасап жатқан қылмысын енді тас талқан қылып әшкерелеген енді, енді ондай мақала бұрын соңды енді бұрынғы мақалаларда бар ғой енді, бірақ мынандай
мынандай жаңағы сойқан мақала жарияланбаған шығар. Мынандай сойқан мақала. Мен қазір көрсетейін. Ол Yahoo'da da жарияланды. Yahoo, әлемге әйгілі Yahoo сайтында да жарияланды. Қазір. Міне. Мына мақаланы көрсетемін. Міне. Көріп алыңыздар ма? 哈萨克牧民屠苏大批牛羊被集中隔离影响生计деген, мынау RFA деген, Radio Free Asia деген, міне мақала. Міне астындағы мына малдардың міне суреті. Оның астында мына менің Twitter'ымның скрины, мына қалың қырылып жатқан малдар. Оның астында менің мына ағылшынша жазған скринім міне, міне көрдіңіздер ме міне? Міне ағылшынша Twitter'ге жазған ғой, сол. Мына малдар міне қырылып жатқан, мына астында өліп жатқан түйелер мына қарда. Соның бәрін жазған ғой міне қазақтар. Міне ен дала. Жайлаудан шығартқызбай қойған, күзеуге түсіртпей қойған. Жайлау күзеуге аттап басқызбайды. Ал бүкіл мал өліп қырылып жатыр. Міне осымен міне Yahoo'ға жарияланды, NDTV-ға жарияланды. Yahoo деген енді әлемде мына Google шығудан бірінші медиа болған ғой. Сол, бүкіл дүниеге қысқасы Қытайдың қылмысын ашып тасталқан шығарып тастадық қой. Енді мынаны мен енді біздің арнайы аударма тобы аударып жатыр, аударып та болған шығар. Міне бұны осы қазанның октябрьдің 31-і жарияладық міне. 中国当局严厉的防疫措施在新疆、西藏等少数民族地区造成次生灾害。有新疆伊犁的哈萨克牧民表示，他们的牲畜被隔离，许多牛羊死亡，影响牧民生计。而在西藏拉萨也出现了当地民众的逃亡潮。以下是记者夏小华发自台北的报道。 海外哈萨克人权组织创办人萨尔克坚30号在推特爆料说，新疆封城已经90天，中共连对牲畜也都大搞清零隔离。从伊犁哈萨克自治州塔城地区马纳斯县哈萨克牧民求救的视频可见，大批的骆驼、马、牛、羊强制性被隔离到狭窄、已经没有草的草原，数以万计满山遍野的骆驼、马、牛、羊发出鸣叫声，无人闻问。 更有在雪地挨饿受冻，萨克坚痛批，连牲口都被中共整死了。他们大批的把哈萨克人几千个哈萨克人关到这个隔离室仓房里面，强制性的把他们的这个牲畜聚集在汪洋的这个山脚下，不允许车辆给他们运送草或者这个运送饲料，也不允许他们去转到其他的草场上去，这导致大批的牲畜 就被饿死、渴死，甚至被野狼追赶死，从山崖上吊死，这样的很多。他们通过这种方式摧毁他们的经济基础。自由亚洲电台31号拨打伊犁哈萨克自治州政府热线电话，接线人员称管不到塔城，另指示要打到塔城地区疫情防控中心。塔城接听人员表示，确有规定禁止放牧，还说自治州的规定是统一的，都禁止放牧嘛。 对，人是给隔离了，那那些牛羊呢？牛羊就被集中在一个地方，没人管啊，又不能牵去其他家里的人要把他们牵去别的地方吃草又不行，那个不知道为什么呢？这个问题你问一下长吉可以吗？但是这个是统一的政策，这不是只是一个地方嘛？就是你问一下长吉，我们是塔城地区43县，我们属于我们管，我们跟他们协调这个工作。 别的地州、别的县市，我们没有权利去管。昌吉州热线电话，请拨2号键。本台多次拨打塔城区提供2支昌吉州公部门的电话，都处于忙线，无人接听。热线全忙，请您稍后拨打。 萨克坚指出，当地至少100万名的哈萨克人过着游牧的生活。他举例，中等的牧民约拥有2000多头的羊、300头的马、80头的牛。哈萨克人的牲口遭遇集中管理，亲眼看到他们主要经济收入来源活活饿死、渴死。
萨尔克坚质疑，有些官员就恐吓牧民，担心牲口饿死，只能卖掉，牧民被迫贱卖牲口给当地官员。牛羊的价格较疫情前至少翻了2倍，官员宰杀牲口，贩卖肉品，从中获利。萨尔克坚说：“从这个哈萨克牧民的手里面100块一只羊，一头牛顶多200块、300块的价，其实那个市场价的一头牛是7000块人民币到1万块人民币不等，甚至那些中牛质量好的牛2万块人民币都有，一头羊最起码的价格是700块到1500块左右。而现在这些当地的这些官员们，伊犁哈萨克州通过这种方式，他们是怎么说呢？中间赚的利润太大了，90%比那个更大。”萨尔克坚提到，伊犁原有的集中营成为隔离中心或是方舱。